Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы педагогикадағы оқыту принциптері, олардың сипаттамасы. Ә, Бүгінгі біздің дәрістегі қаралатын сұрақтарымыз оқыту принциптері туралы түсінік, негізгі оқыту принциптері, әр принциптің мазмұны менен ерекшеліктері, оқыту принциптерінің педагогикадағы рөлі, принциптерді тәжірибеге қолдану жолдары, оқыту процесінің заңдылықтары, оқытудың заманауи теориясы, оқытуда принциптердің трансформациясы. Жалпы бүгінгі дәрісте ұсынылатын әдебиеттер, бұған дейінгі дәрістерде де сіздерге сол әдебиеттерді ұсынып жүрмін. Губайдуллинаның педагогиканы оқыту әдістемесі, Мыңбаеваның методика преподавания педагогикасы және де оқытудың заманауи теориясы. Енді дәрісімізді бастайтын болсақ, жалпы дәрістің мақсатына келейік. Мақсаты оқыту принциптері туралы түсінікті, принциптердің педагогикадағы рөлі, оқыту процесінің заңдылықтары, заманауи оқыту теориясы жайлы сөз қозғаймыз. Дәрісте біз педагогиканың іргелі негіздерін зерделейміз, әр принциптің теориялық негізімен қатар практикалық қолдануын да қарастырамыз. Оқыту принциптері. Жалпы оқыту принциптері оқыту процесін тиімді ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ережелері болып табылады. Олар педагог пен студенттің әрекетін реттейді және оқытудың мазмұны мен әдісін таңдауда негіз болады. Жалпы ұлы педагогтардың үлесі, атап айтатын болсақ, Песталоцци оқыту принциптеріне байланысты көрнекілік принципін логикалық ойлауды дамыту құралы ретінде бағалаған. Ушинский болатын болса, принциптерді психологиялық тұрғыдан қарап, халықтық сипатына баса назар аударған. Ыбырай Алтынсарин қазақ мектептерінің ерекшеліктеріне сай оқыту ережелерін әзірленген. Яғни әр ұлы педагог осы өз заманының қажеттіліктері мен мәдени контекстіне қарай принциптерді дамытқан. Яғни оқыту принциптерінің жүйесін тұңғыш ұсынған Ян Амос Коменский. Ол адам табиғаттың бір бөлігі болғандықтан, оқытуда табиғат пен адам тәуелді болатын заңдарға байланысты екендігін дәлелдейді. Сондықтан оның пікірінше оқытудың ең басты принципі ол табиғатқа сай болу принципі дейді. Жаңа айтап өттік, Песталоцци оқытудың көрнекілік принципін ерекше бағалап, оны логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп санаған болатын. Ушинскийді де айттық, оқытудың халықтық сипатына баса назар аударады да, оқытудың принциптерін психологиялық тұрғыдан қарастырған екен. Алтынсарин оқыту ережелерін қазақ мектептеріндегі білім берудің ерекшеліктеріне байланысты қолдану керектігін айтқан. Яғни принциптер педагогикалық процесті реттеп отырады, олардың талаптары ережелер арқылы жүзеге асады. Негізгі оқыту принциптері ол ғылымилық, көрнекілік, жүйелілік пен бірізділік болып табылады. Саналылық пен белсенділік, теорияны тәжірибемен байланыстыру, қолжетімділік, тәрбиелілік сипат, тәрбиелік бағыттылық. Яғни педагогикалық процесті реттейтін 7 негізгі принцип бар. Олардың әрқайсысы білім беру сапасын арттыруға маңызды рөл атқарады. Принциптердің өзара байланысы. Принциптердің өзара байланысы мақсат бірлігі, үйлесімділігі, кешенділігі, үздіксіздігі, икемділігіне байланысты, бір-бірімен тығыз байланысты өзара толықтырып отырады. Олардың бірлігі педагогикалық процестің тиімділігін қамтамасыз етеді.
негізгі принциптер педагогикалық процесті реттеп отырады, ал олардың талаптары нақты ережелер арқылы жүзеге асады. Оқыту процесінің негізгі заңдылықтары. Бұған дейін де педагогика, жалпы педагогика курсынан да өткен боларсыздар деп ойлаймын. Жалпы бұл заңдылықтар бізде ә, бұл құбылыстар барлығы процестер арасындағы м, объективті байланыс тұрақты объективті байланыс. Оқыту процесі де белгілі заңдылықтарға бағынады, яғни қоғамдық талап, қызметтердің билігі, бар білімге сүйену, белсенді іс әрекет, өзара әрекеттесу. Жеке адамды үйрету тек ол іс әрекет жаңағы жасату арқылы ғана мүмкіндік болады. Бұл педагогиканың бізде алтын қағидасы. Енді бізде қоғамның жаңағы оқыту заңдылықтары арқылы оқыту процесі де іске асады дедік. Құбылыстар мен процестер арасында байланысты дамытудың заңдылығы туындайды, яғни оқытудың процесінің заңдылықтары, ол бізде жаңа айтып өттік, иә. Енді осы заманауи дәстүрлі және заманауи принциптер. Енді дәстүрлі көзқарасқа келетін болсақ, өздеріңіз қазір білесіздер, дәстүрлі көзқараста жаңағы тақтаны қолданатын болсақ, қазіргі таңда әртүрлі цифрлық технологияларды қолданамыз оқу барысында. Заманауи оқытуда бізде заманауи оқытуда бірқатар принциптер бейімделіп, жаңаша мағынада қарастырылады. Яғни ол дегеніміз цифрлық көрнекілік, интерактивті тақталар, әртүрлі 3D модельдер дейді. Студент білімнің белсенді ізденушісі. Бұған дейінгі дәрісте біз ара жігін дәстүрлі оқыту менен қазіргі оқыту технологияларын салыстырмалы түрде атап айтқан болатынбыз. Жобалы оқыту арқылы тәжірибе, иә. Ал дәстүрліде мұғалім негізгі білім беруші және теорияға басымдық танытады. Принциптерді жалпы тәжірибеде пайдалану, практикалық жағдайлар мен шешімдер, яғни көрнекілік, теория мен тәжірибе және қолжетімділік. Яғни сабақта интерактивті тақтаны пайдаланамыз көрнекілік ретінде. Әртүрлі видео материалдарды пайдаланамыз. Көрнекілік принципі жүзеге асады осы жаңағы қолдану барысында. Енді біз теория мен тәжірибені қолдануда студенттердің жобалық жұмыс жасауы теориялық білімді практикада қолдану мүмкіндігін беретінін айтқымыз келеді. Материалды студенттің білім деңгейіне, жас ерекшелігі мен қабілетіне сәйкес беру қолжетімділік принципін қамтамасыз етеді. Яғни бұл жерде принциптерді қолданғанда икемді болу маңызды, әр топтың ерекшелігі мен нақты жағдайға байланысты принциптерінің үйлесімін таңдауда негізгі педагогтарға беретін кеңес. Енді заманауи оқыту технологиясы. Заманауи оқытуда жаңа цифрландыру, үздіксіз білім беру, шығармашылық, даралау, ынтымақтастық, сыни ойлау деп атап өттік. Яғни қазіргі оқыту теориясы көптеген ғылымдардың жетістіктеріне негізделген. Ол дегеніміз дидактика, психология, әлеуметтану, физиология, кибернетика және тағы басқаларын айта берсек болады. Бұл пәнаралық тәсіл оқу процесі туралы жалпы бізге тұтас түсінік береді және жүйелі түсінік береді. Енді осы процестердің трансформациясы олардың мәнін өзгертпейді, тек қана ол қолдану тәсілдері мен құралдарын жаңартады. Негізгі мақсат ол бір, студентке сапалы білім беріп, оның жан-жақты дамуын қамтамасыз ету. Енді біз жаңа заманауи оқытудағы принциптерді атадық. Қазіргі оқыту технологиясындағы теорияның әдіснамалық негіздері, теориялық әдіснамалық негіздер және оқыту проблемаларын зерттеу,
шешу үшін қолданылатын іргелі идеялардың, принциптердің, категориялардың, әдістердің жиынтығы болып табылады дедік. Олар бізде әртүрлі ғылымдарменен, дидактикамен дедік, философиямен дедік, тағысын тағы бірқатар ғылымдарменен ұғымдарға сүйене отырып, осы оқу процесі оның мақсаттарын, мазмұнын, әдістері мен формаларын, құралдары туралы жалпы жүйелі түрде түсінік беруге көмектеседі, көмегін береді. Яғни енді қорыта келе бізде сіздерге, болашақ педагогтарға айтарымыз, есте сақтайтын негізгі тұжырымдар, ол принциптер, бұл догма емес, шығармашылық қолдану талап ететін бағдаршам. Барлық принциптер өзара байланысты. Жаңа деңгейде заманауи технологиялар дәстүрлі принциптерді көтереді де, әр сабақта студент белсенділігі мен тәрбиелік әсер болуы шарт. Ең маңызды шарт. Яғни сіздер белсенді болуларыңыз шарт. Сол кезде біздің жаңағы алға қойып отқан мақсатымыздың нәтижеге нақты қол жеткізуіміз әбден мүмкін. Үздіксіз өзін өзі дамыту, яғни заманауи педагогтың міндеті. Соңында принциптерді білу жақсы, бірақ оларды тәжірибеде шебер қолдана білу одан да жақсы. Ал өз педагогикалық стиліңізді қалыптастыру ең жоғарғы шеберлік. Осыған мен ойлаймын, сіздер әбден келісесіздер деп ойлаймын, иә?